Бәріне сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін сендер менің класстан 112 бетін талқылайтын боламыз. Осы уақытқа дейін менімен болғандарыңа рахмет. Каналға тіркеліңдер, комментарийге 1045 деп жазыңдар. Және де ұстаздарымның, апайларының атын жазып кетіңдер комментарийге. Мүмкін сендерді көріп қалар. Сонымен бірінші тапсырмада сендерге айтады, көріп отырсыңдар, мына текст аудармасын тапсырмалардың соңында көрсететін боламын. Бірінші тапсырмада саған айтады, look at the words in the box and circle the types of transport you can use in your story. Мына сөздерге қара және де белгіле қай типтегі транспорттарды сендер қолданасыңдар күнделікті өмірде. Buses, автобустар, bikes, велосипедтер, таксилер, trains, автобустар, поездар және трамвайлар. Егер де сендер трамвай қолданбасаңдар, оны жазбай-ақ қойыңдар. Түсінікті? Егер мысалы Алматыда метро қолданатын болсаңдар, сендер underground trains дегенді жазсаңдар болады, өйткені ол метро дегенді білдіреді. Арға екінші тапсырмаға келдік. Read and listen the modern text. Match the information to type of transport. Мына жерде берілген транспорттарды сәйкестендіру қажет дейді. Балалар, каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. 6-7. There are 8 roads for the means transport дейді. Trolley buses болады. People can use these without paying for up to 20 minutes. High bikes болады. There are about 50 places you can find these bike stations болады. The first line opened in 2011 metro. Some of these take people to place outside Almaty buses. Over 40,000 people use this type of transport every day. Metro. Арға үшінші тапсырмаға келдік. Балалар, үшінші тапсырмада сендерге мына ережені толықтыруларың қажет дейді. We make zero conditional with present simple дейді. We use zero conditional to talk about complete facts. It's always, sometimes, never happens дейді. Арға кеттік, төртінші тапсырмаға келдік. Балалар, жалпы conditional дегеніміз ол шартты сөйлемдер, яғни шарт қоямыз ғой, мысалы егер деп мысалға. Қараңдаршы, егер мысалға сөйлем құрап берейін. If you use metro, егер сен метроны қолдансаң, you are fast. Яғни you are fast. Сен жылдамсың, яғни факт па, факт қой. Метроны қолдансаң, сен жылдамсың. Арға төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада сендерге айтады, if you want to town дейді. Төртінші тапсырмада complete the sentence with words in the box in the correct form. Яғни қорапшадағы сөздерді мына жерге қоюымыз керек дұрыс формада. If you go to the town hall, you can use number 10. Барсаң қалаған, сен қолданасың 10-шы автобусты. If you want the button, the door stop. Егер сен бассаң жаңағы нені, if you want емес, балаларына жерде press болады, қайбеттендер. Егер press деген басу, егер сен батырманы бассаң, the door stop, есіктер тоқтап қалады. If you put plastic transport, you buy a ticket first дейді. Егер сен мына жерде put емес, мына жер қате жазып, білмеймін неге қате жазылды балалар, дұрыстап жазып алыңдар. If you use plastic transport, you buy a ticket first. Дұрыс болады. Taxi stop if you put your hand. Онау дұрыс енді. Таксилер тоқтайды, егер де сен қолыңды көтерсең. If dogs are frightened, they are often aggressive. Дұрыс. Егер иттер қорықса, олар өте агрессивный болып кетеді дейді. Немесе сендер бүйтіп жазасыңдар. If the dogs are frightened, they are often attacked болады. Мына жерде агрессив емес, attacked деген сөз жазасыңдар. Түсінікті ме? Балалар, айбекпен қате кеткендеріне сендер бірақ дұрыс жазыңдар. Өздерің аудиом тыңдап отырсыңдар ғой енді. Бесінші тапсырмаға келдік. Бесінші тапсырмада мынаны толықтыруымыз керек. Most people in our class takes a bus to school. Көптеген оқушылар менің сыныбымда автобусты ұстайды, автобуспен барады. I prefer traveling by metro because it is fast. Мен таңдаймын саяхаттауды метромен, өйткені ол жылдам. My journey usually takes 20 minutes. Менің сапарым әдетте 20 минутқа созылады. Some students walk to school every day. Бірнеше студенттер мектепке жаяу барады. People use taxis when they are in a hurry. People таксилерді қолданады, олар жылдам кезінде. Енді мен сендерге мына текстің аудармасын аударып берейін. Бастадық.
Балалар, каналға тіркеліңдер, комментарийге 1045 немесе апайларыңның есімін жазып кетіңдер. Бастадық. Қай қалада жүруге болады? Міне бірнеше нұсқа. Метро. Егер сен тез әрі арзан қоғамдық көлік алғың келсе, жер асты пойыздары тамаша таңдау. Алматыда метроның тек бір желісі бар және ол ұзындығы шамамен 11 километр, 8 станциясы бар. Алматы сонымен қатар Орта Азиядағы метросы бар жалғыз қала. Желінің құрылысы 1980 жылы басталды. Мәскеуден оңтүстік батысқа қарай орналасқан қала үшін бұл жетістік болды. Болашақта желі әуежайға дейін ұзартылады. Метро күн сайын арзан, жылдам және сенімді болғандықтан 45 мыңнан астам адам пайдаланады. Автобустар. Алматыдағы ең танымал қоғамдық көлік түрі. Мұнда 160 автобус бағыты және егер сен қаланың әртүрлі жерлеріне барғың келсе, автобус оңай әрі арзан жол болып табылады. Бірақ Алматыдағы автобустар ауаны қатты ластайды, өйткені олар отын үшін газ пайдаланады. Қала сондай-ақ Қытайдан ауа ластануын азайту үшін экологиялық таза электр автобустарын енгізді. Сондықтан да қала болашақта СО2 шығындыларын азайту үшін электр автобустарын көбірек қолдануды жоспарлап отыр. Троллейбустар. Алматыда троллейбустардың 8 бағыты және олар өте көп емес. Жақында ғана электрмен жүретін жаңа троллейбустарды сатып алды. Олар қалада жүру үшін өте ыңғайлы және экологиялық таза. Өйткені электр энергиясы пайдаланады. Мұндай мен дизельді қолданбайды. Байкс, велосипедтер. Әлемдегі үлкен қалалар сияқты Алматыда да велосипедпен жүруге арналған үлкен жолдар бар және шамамен 50 велосипед станциясы бар. Бұл станцияларда 250 велосипед бар. Велосипед станциялары қаланың негізі метро станциялары мен сауда орталықтарына жақын орналасқан. Балалар, сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер. Комментарийде рахмет деп жазыңдар. Bye, have a nice day. Және апайларына есімін жазып кетіңдер.